Бүгінгі баяндаманың тақырыбы бастауыш сынып оқушыларын оқытуда цифрлық ресурстарды қолдану. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің трансформациясы цифрлық технологиялардың қарқынды дамуымен тығыз байланысты. 21 ғасырда бастауыш сынып оқушыларын оқытуда цифрлық ресурстарды қолдану бұл күндегі оқу процесінің ажырамас бір бөлігіне айналып отыр. Бұл өзгерістер білім берудің сапасын, оқытудың әдістемесін жаңаруына, оқушылардың танымдық қабілеттерінің дамытудың инновациялық тәсілдерін қалыптасуына әкеліп соқты. Цифрлық ресурстар электронды форматта ұсынатын интерактивті элементтермен байытылған. Дидактикалық құралдар жиыны. Мысалы, мультимедиялық презентациялар, интерактивті тренажерлар, виртуалды зертханалар, білім беру платформалары, мобильдік қосымшалар және жасанды интеллект негізіндегі оқыту жүйелері кіреді. Бұл зерттеудің өзектілігі Қазақстан Республикасының білім беру және ғылымды дамытудың 2025-2020 және 2025 жылдардағы мемлекеттік бағдарламасы аясында цифрлық білім беру ресурстарын енгізу басым бағыт болып табылады. Ал бүгінгі зерттеудің негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларын оқытуда цифрлық ресурстарды, интеллект технологияларын қолданудың теориялық негіздерін, практикалық тәжірибелерін және тиімділік критерияларын кешенді талдау. Теориялық әдістерді педагогикалық, психологиялық және техникалық әдебиеттерді зерделеу, әртүрлі елдердің тәжірибесімен бөлісу, бақылау, сауалнама, тестілеу, статистикалық өңдеу және кейс стади әдісі нақты мектептердің тәжірибесімен зерттеу. Оқушының бастауыш сынып бұл идеяға келесі түрде көрініс табады. Оқушылар бір-бірімен цифрлық платформалар арқылы қарым-қатынас жасайды, коллаборативті жобалар яғни. Білім көздері көп түрлі болады. Мұғалім, цифрлық ресурстар, сыныптастар, отбасы мүшелері. Оқушылардың өздерімен ақпаратты іздеу, сүзу, синтездеу дағдыларын игереді. Мысалы, білім ленд платформасында бастауыш сынып оқушыларына интерактивті сабақтармен қатар форумдарда сұрақ қояды. Басқа оқушылардың жауаптарын талдайды, виртуалды жобаларды бірлесіп орындайды. 2023 жылғы деректер бойынша платформаны белсенді пайдаланатын оқушылардың саны 67%-ға өз бетінше білім іздеу дағдыларын жақсарта түскен. Енді бастауыш сынып оқушыларының арасында білім ленд Қазақстан Республикасында әзірленген ұлттық цифрлық білім беру платформасы 2018 жылдан бастап жұмыс жасай бастады. 2023 жылы деректер бойынша платформада 77 мыңнан астам мультимедиялық сабақ, 45 мыңнан астам интерактивті тапсырма және 12 мыңнан астам бейнесабақтар орналасқан. Бұл мүмкіндіктер, бұл платформа үшін балаларға мынадай мүмкіндіктерді тудырды. Интерактивті сабақтар, математика, әліппе, қазақ тілі, дүниетану бойынша 3D анимация, виртуалды эксперименттер, геймификацияланған тапсырмалар орындалды. Келесі адаптивті тестілер. Жүйе оқушының жауаптарын талдап, тапсырманың күрделілігін автомат түрде реттейді. Яғни бала өзінің тапсырманы қаншалықты меңгергенін және ол тапсырманы қайталауға мүмкіндік туғызады. Виртуалды зертхана бұл әсіресе физика, химия, биология пәндеріне эксперимент жүргізуге өте жақсы. Ал енді Khan Academy Kids 2-7 жастағы балаларға арналған тегін білім беру қосымшасы 2018 жылдан бастап іске қосылған. Қосымша математика, оқу, жазу, эмоционалды дамыту, шығармашылық іс-әрекет бойынша 10 мыңнан астам іс-әрекеттер қамтиды. Бұлардың ерекшеліктері әр бала жеке жоспары, өзінің баланың әрбір жеке жоспары, жиі алгоритмі баланың қызығушылығы мен деңгейіне қарай оқыту траекториясы құрастырылады. Әр балаға бөлек-бөлек жеке-жеке. Геймификация тапсырмалар орындаған үшін балалар виртуалды жұлдыз, трофей алады, өз аватарларын безендіреді. Ал ата-аналарға есеп беру, ата-аналар баланың прогрессін қандай дағдыларды игергенін көре алады. Енді тағы бір платформа Duolingo ABC 3-8 жастағы балаларға арналған тегін оқыту қосымшасы.
геймификацияланған әдіспен әріптерді тану, дыбыстық сана, сөз оқу дағдыларын дамытады. Бұл да өте жақсы балалардың дамуына, ойын жүйелі жеткізуіне көп септігін тигізеді. Одан кейін математика әлемі. Математика әлемі Қазақстандағы қазақ тілді мобильді қосымша. 1-4 сыныптар алған математикалық тапсырмалар, логикалық ойындар, есептер шығару дағдыларын дамыту. Жасанды интеллект негізіндегі оқу жүйесіне келетін болсақ, бұл бастауыш сыныпта қалай жұмыс жасайды? Оқушы жүйеге кіреді, диагностикалық тест тапсырады, жиі алгоритм оқушының білім деңгейін, қай тақырыпты жақсы меңгерген, қай тақырыпты жерде қиындық тудыратынын анықтайды. Жүйе оқушыға жеке оқу траекториясын құрастырады, қандай тақырыптарды қай ретпен оқу керек, қай тапсырмаларды орындау қажет. Оқушының әрбір әрекетін талдайды, қандай тапсырмалар дұрыс орындаған, қандай тапсырмадан қателесті, қанша уақыт кеткені. Нәтижеге қарай тапсырмаларды таңдайды. Егер оқушы оңай тапқан болса, күрделілік тапсырмалар, егер қиындық болса, онда қосымша түсіндірулер мен жеңілірек тапсырмалар беріледі. Ары қарай білім алу платформасы. Бұл Қазақстанда әзірленген жасанды интеллект негізіндегі білім беру ассистенті. 2023 жылдан бастап пилоттық режимде тестіленді. Қазақ тілді нейрожелілік модель GPT түр 3 архитектурасы негізінде жасалынған. Функциялары: оқушылар сұрақтарына қазақ тілінде жауап беру, есептерді шығаруда қадам-қадаммен көмектесу, тақырыптарды қарапайым тілмен түсіндіру, оқу материалдарын жинақтау. Пилоттық жоба 2023-2024 оқу жылында Алматы, Астана, Шымкент қалаларындағы 15 мектепте 2500 оқушы білім алды, пайдаланды. Оқушылардың 73% жүйені түсіндірулерін өте түсінікті деп бағалады. Математика бойынша орташа балл 14%-ға артқан. Проблемалар қандай? Қазақ тілді нейрожелілік модельдер әлде халлюцинация проблемасына ұшырайды. Кейде жүйе дұрыс емес фактілерді ойлап шығарады, сондықтан мұғалімдердің жіті бақылауына болуы қажет. Келесі платформа Дарын онлайн. Қазақстанда әзірленген білім беру чат-боты. 2022 жылдан бері жұмыс істейді. Telegram, WhatsApp, веб-сайт арқылы қолжетімді. Бастауыш сынып оқушылары оқу материалдарынан сұрақтар қояды, чат-бот нақты тақырыптарды түсіндіреді, тестілерді ұсынады. Статистика бойынша 2023 жылы 47 мың оқушы Дарын онлайнды пайдаланған. Орташа алғанда әр оқушы 12 рет чат-ботқа жүгінген. Чат-бот генеративті жасанды интеллект табиғи тілде диалог жүргізуге қабілетті. 2022 жылдың соңында шыққаннан кейін білім беру саласында кең қолданыла бастады. Бұл да өте тиімді чат-бот платформа статистиканы жақсы жетістікке көрсетіп отыр. Цифрлық ресурстарды қолданудың проблемалары мен шектеулері. Барлық оқушылар цифрлық құрылғыларға және интернетке қолжетімділігі бірдей емес. Қазақстанда 2023 жылғы деректер бойынша қала мектептерінің 95-94% жоғары жылдамдықпен интернетке қамтамасыз етілген. Ауыл мектептерінің 67 ғана пайызы тұрақты интернетке қол жеткізе алады. Қалалық оқушылардың 87%-ның үйінде компьютер немесе планшет бар, ал ауылдық оқушыларда тек 52%-ында ғана бар планшет. Бұл айырмашылық білім алудағы
теңсіздіктердің тереңдетуі мүмкін. Мемлекет бұл проблеманы шешу үшін цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында ауылдық мектептерді техникамен қамтамасыз етуі жоспарлап отыр. Тағы да бір тұстары экрандық уақыт пен денсаулық. Яғни ұзақ уақыт экран алдында отыру балалардың денсаулығына әсер етеді. Көру қабілетінің нашарлауы, миопия, жақыннан көру қаупі артады. Ұйқы режимінің бұзылуы, экранның көк жарығы, мелатонин гормонының өндірілуін тежейді. Гиподинамия, яғни қозғалыс белсенділігінің төмендеуі, сезімсіздік, семіздік, бұлшық ет жүйесінің дамуына әкеліп соғады. Ұсыныстар: әр 20 минут сайын 20 секунд экраннан алшақтап, 6 метр қашықтықтағы нысанға қарау 20-26 ережесі бойынша. Тәулігіне білім беру мақсатында экрандағы уақыт 2 сағаттан аспау. Физикалық белсенділікті арттыру: әр сабақ арасында 5-10 минуттық физминуткалар, ойын сауық, спорттық іс-шараларды ұйымдастыру. Мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігі цифрлық ресурстарды тиімді қолдану үшін мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігі жоғары болу керек. Қазақстанда мұғалімдердің 43% 2023 деректерге сүйенсек, цифрлық құралдарды қолдануда жеткілікті дайындалмаған. Шешімі: мұғалімдерге арналған курстар, тренингтер ұйымдастыру, менторлық бағдарламалар. Озық тәжірибесі бар мұғалімдерге басқаларға көмектеседі. Мұғалімдер университеттерде болашақ мұғалімдерді дайындауда цифрлық педагогика пәнін енгізу. Және тағы бір өзекті шешімін табу керек проблема — академиялық адалсыздық және плагиат. Оқушылар интернеттен дайын жауаптарды көшіріп алу, чат GPT сияқты жиді пайдаланып, тапсырмаларды орындап алуы мүмкін. Бұл өз бетінше ойлау, шығармашылық дағдыларын дамытуға кедергі келтіреді. Шешімі қандай? Оқушыларға академиялық адалсыздықтың зардаптарын түсіндіру, тапсырмаларды сыни ойлауды, талдауды және тәжірибені қажет ететін етіп ұйымдастыру. Балалардың жеке өзінің шығармашылығын дамыту үшін жеке тапсырмалар беру арқылы балалардың ойын дамыту. Плагиат жүйелерін тексеру. Бастауыш сынып оқушыларын оқытуда цифрлық ресурстарды қолдану қазіргі заманғы білім беру объективті қажеттілігі болып табылады. Жүргізілген теориялық талдау, эмпирикалық зерттеулер, практикалық тәжірибе келесі қорытындыларға келуге негіз болды. Педагогикалық тиімділік. Цифрлық ресурстар оқушылардың танымдық белсенділігін, ішкі мотивациясын арттырады. Материалды есте сақтау көрсеткіші 18-22% жоғарылатылды. Интерактивті тренажерлар, адаптивті оқыту жүйелері, виртуалды зертханалар оқу үдерісін түрлендіріп, әр оқушының жеке қажеттіліктеріне жауап береді. Қазақстандағы тәжірибе білім, жоғарыда айтып өткендей, білімленд, дарынды онлайн, дарын онлайн, білім ал сияқты отандық платформалар қазақ тілді білім беру контентімен оқушыларды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 2023 жылғы ұлттық зерттеу бойынша цифрлық ресурстарды жүйелі қолданатын мектептердің оқушыларының стандартталған тестілерде 16% жоғары нәтиже көрсеткен. Маңызды қорытынды: цифрлық трансформация бұл құрал мақсат емес. Технологиялар білім берудің сапасын арттыруға, оқушылардың шығармашылық және сыни ойлау қабілетін дамытуға, 21 ғасырдың құзыретті азаматын тәрбиелеуге қызмет ету керек. Мұғалімнің рөлі өзгерді. Ол білімді таратушы, оқыту процесін модераторы, навигаторы және менторы болды. Бастауыш сынып оқушыларын оқытуда цифрлық ресурстар мен дәстүрлі әдістердің гармониялық үйлесімі оңтайлы нәтиже беретіні ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Ұсыныстар: мектеп әкімшілігіне ұсыныс: техникалық инфрақұрылымды дамыту, мұғалімдерді цифрлық құзыреттілік бойынша үздіксіз даярлау, цифрлық ресурстарды жүйелі мониторингтеу, мұғалімдерге гибридті оқыту модельдерін меңгеру, жүйе құралдарын кәсіби мақсатта пайдалану, оқушылардың цифрлық азаматтылығын салыстыру. Ата-аналарға балалардың үйдегі экранда уақытын бақылау, цифрлық дағдыларды дамыту, көмектесу, мектеппен бірлесе отырып, баланың цифрлық білім беру ортасын. Маңызды қорытынды: цифрлық трансформация бұл құрал мақсат емес. Технологиялар білім берудің сапасын арттыруға, оқушылардың шығармашылық және сыни ойлау қабілетін дамытуға, 21 ғасырдың құзыретті азаматын тәрбиелеуге қызмет ету керек. Мұғалімнің рөлі өзгерді.
Ол білімді таратушы, оқыту процесін модераторы, навигаторы және менторы болды. Бастауыш сынып оқушыларын оқытуда цифрлық ресурстар мен дәстүрлі әдістердің гармониялық үйлесімі оңтайлы нәтиже беретіні ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Ұсыныстар: мектеп әкімшілігіне ұсыныс: техникалық инфрақұрылымды дамыту, мұғалімдерді цифрлық құзыреттілік бойынша үздіксіз даярлау, цифрлық ресурстарды жүйелі мониторингтеу, мұғалімдерге гибридті оқыту модельдерін меңгеру, жүйе құралдарын кәсіби мақсатта пайдалану, оқушылардың цифрлық азаматтылығын салыстыру. Ата-аналарға балалардың үйдегі экранда уақытын бақылау, цифрлық дағдыларды дамыту, көмектесу, мектеппен бірлесе отырып, баланың цифрлық білім беру ортасын қолдау. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.